Бүгінгі тақырып экономикалық инфрақұрылым элементтері және функциялар деп аталады. Инфрақұрылым және оның құрамдас бөліктеріне тоқталатын болсақ, инфрақұрылым бұл материалдық өндіріске қызмет көрсететін салалардың және әрекет түрлерінің жиынтығы. Инфрақұрылым құрамына экономикалық және әлеуметтік жүйе енеді. Экономикалық инфрақұрылым шаруашылық салаларына қызмет көрсету арқылы олардың дамуына ықпал етеді. Экономикалық инфрақұрылымның негізгі элементтері бұл көлік және байланыс жүйелері. Енді осы көлік жүйесіне қатысты негізгі түсініктерге, анықтамаларға тоқталайық. Көлік жүйесі дегеніміз белгілі бір аумақтағы барлық байланыс жолдары, көлік мекемелері мен көлік құралдарының жиынтығы. Көлік дәліздері немесе көлік коридорлары дегеніміз елдер арасындағы жолаушы мен жүктің шоғырлану бағыттары бойынша тасымалды қамтамасыз ететін қажетті құрылғылармен жабдықталған магистральды коммуникациялар. Көлік торабы ол бірнеше көлік түрлерінің түйіскен жеріндегі көлік құрылымы кешені. Енді көлік жүйесінің маңызы және даму факторларына тоқталатын болсақ, көлік мемлекетішілік және халықаралық деңгейде жолаушы, шикізат, дайын өнімдер мен құрал жабдықтардың тасымалын жүзеге асырады. Көлік инфрақұрылымын дамыту жаңа ресурстық аудандарды игеруге және ірі өнеркәсіп орталықтарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл үлкен жер көлемі бар елдерде аса маңызды, мысалға Ресей, ақш, Канада секілді елдерде. Ғылым мен техника жетістіктері көліктің барлық түрлерінің жедел қарқынмен дамуына ықпал етті. Қазіргі заманғы көлік жүйесі ақпараттық технологияларға өте тәуелді. Контейнердің ойлап табылуы дүниежүзілік көлік жүйесін дамытуға үлкен ықпал етті. Контейнер тасушы кемелер мен арнайы контейнер терминалдардың құрылысын дамытты. Мынау алдарыңызда көлік түрлерінің дүниежүзілік жүк айналымдағы үлесі көрсетілген. Диаграммадан көріп тұрғандарыңыздай, бүкіл дүниежүзілік жүк айналымының 63%, яғни ең үлкен пайызын бұл теңіз көлігі алады, теңіз жолдары. Одан кейін 16% бұл темір жол, 11% бұл құбыр жолы, 8% бұл автокөлік және 3% бұл өзен жолдары. Міне осындай көлік түрлерінің дүниежүзілік жүк айналымының үлесі көрсетілген. Енді Қазақстан арқылы өтетін халықаралық көлік дәліздеріне тоқталатын болсақ, бірінші ол Азия аралық темір жол магистралінің солтүстік дәлізі өтеді Қазақстан арқылы. Одан кейін Батыс Европа, Батыс Қытай дәлізі, Корея түбегі және Ресей арқылы өтетін дәліздер өтеді. Одан кейін трассика өтеді. Трассика деп атқанымыз Қара теңіз, Кавказ, Каспий арқылы өтетін Шығыс Европа, Орталық Азия, яғни Достық, Алматы, Ақтау үлескісі өтеді. Одан кейін солтүстік оңтүстік дәлізі, яғни Солтүстік Европа, Парсы шығанағы елдеріне Ресей арқылы шығу Ақтау теңіз портынан Орал маңы мен Ақтау, Атырау үлескілері жатады. Міне осындай халықаралық дәліздер өтеді Қазақстан территориясынан. Халықаралық жүйеге экспорттық және транзиттік магистральды құбыр жолдарды енеді. Енді көлік тораптарының аймақтық рөлі қала мысалдары бойынша келтіретін болсақ, көптеген қалалар құрлық және су жолдарының тоғысындағы көлік тораптары ретінде пайда болған бастапқыда. Мысалға, Нью-Йорк қаласын алсақ, Лондон, Париж, Франкфурт, Токио, Шанхай, Сингапур кезінде осы жолдардың тоғысында көлік тораптары ретінде пайда болған. Мәскеудің өзін алатын болсақ, Мәскеудің өзі ірі көлік торабы болып табылады. Онда темір жол желілері, автокөлік магистральдары, құбыр жолдары, су және әуе көліктер тоғысады. Кез келген аймақтың немесе елдің көлік жүйесі экономиканы дамытуға серпін береді және аумақтың даму деңгейін көрсетеді. Мынау 75-ші суретте көріп тұрғандарыңыздай, көлік жүйесінің даму бағыттары көрсетілген. Ол қандай бағыттар? Көлік жолдарының өткізу мүмкіндігі ұлғаюы, көлік құралдарының сыйымдылығы мен жүк көтерілімінің арттырылуы, жаңа көлік құралдарының пайда болуы, қозғалыс жылдамдығының ұлғайтылуы және қозғалыс
қауіпсіздігінің артуы. Байланыс жүйесіне тоқталатын болсақ, яғни байланыс жүйесіне қатысты анықтамалар мен оның құрамдас бөліктеріне тоқталатын болсақ, байланыс дегеніміз бұл ақпаратты жинақтау, кеңістікте тарату және тұтынушыға жеткізумен айналысатын сала. Телекоммуникациялар бұл анықтаманың, бұл сөздің екі анықтамасы бар. Бірінші, бұл ақпараттық қашықтыққа жеткізуге арналған техникалық құралдар кешені болса, екінші мағынасында бұл ақпаратты қашыққа жеткізу әдісі. Қазіргі заманғы телекоммуникациялардың аса маңызды құрамдас бөлігін ақпараттық технологиялар құрайды, яғни компьютерлік байланыс, мультимедиа, ғаламтор. Оптикалық талшық және цифрландырудың маңызды кезеңдеріне тоқталатын болсақ, 1960 жылғы ең алғашқы лазер жасалған болатын. Яғни алғашқы лазер жасалып, қазіргі заманғы оптикалық байланыс дәуірінің басталуы болып есептеледі. 1966 жылы ұзын шыны талшықтарды пайдалану ұсынысы болды. Яғни жапон ғалымдары ұзын шыны талшықтарды жарық сигналын жіберу үшін пайдалануды ұсынды. Оптикалық талшықты байланыстың негізі қаланды осылайша. Ал 1976 жылы алғашқы қалалық сандық оптикалық талшықтық жүйе пайда болды. ақш Атлантада алғашқы қалалық сандық оптикалық талшықты телефон жүйесі іске қосылды. Телефон желілерінің сандыққа көшірілуі жүзеге асырылды. Яғни телефон желілері көп елдерде, соның ішінде Қазақстанда сандық жүйеге көшірілді. Енді ғаламтордың өркендеуі және негізгі статистикаға тоқталатын болсақ, 1969 жылдың 28 қазанында Калифорния университеті мен Стэнфорд зерттеу институты арасында бірінші байланыс орнатылды. Бұл күнді жалпы алғашқы желілік байланыс ғаламтор тарихындағы белгіленген күн болып есептеледі. 1990 жылы ғаламторға телефон желісі арқылы алғаш қосылу жүзеге асырылды. 1991 жылы бүкіл әлемдік тор ғаламторда қолжетімді бола бастады. 2015 жылдың аяғына қарай ғаламторды тұрақты пайдаланатындар саны дүние жүзі бойынша 3,1 миллиард адамға жетті. Ал 1994 жылдың 19 қыркүйегінде Қазақстанның ұлттық домені KZ ресми түрде тіркелді.